everyone. Today is lesson 1, part 2. Сәлеметсіздер ме балалар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз Activity Book'тың 3-ші бөлімнің 1-ші сабағын өтетін боламыз, я? Exercise 1. Complete then find and number дейді. Жалғастыр және тап және номерлерін қойып шық дейді. Мұнда біз бірінші People's Book'тан қарасақ болады. Мына өткен сабағымызда People's Book'та мына жерде Exercise 1 бірінші жаттығуда көрсетілген, Grandma, Grandpa, ата, Grandma, әже, Dad, папа, әке, Mom, ана, Brother, аға, Sister, қарындасы. Осы отбасы мүшелерін біз мұнда жазып шығуымыз қажет. Complete деген жалғастыр, толықтырып. Бірінші мысалда көрсетілген grandpa, ата деп көрсетілген. Енді әже деп жазу керекпіз, Мына жердегі қалған әріптерді толықтап жазып шығуымыз керек. Grandma. Келесі, мынау кім? Әкесі, Әкені ағылшынша қалай айтамыз біз? Dad дейміз, Келесі, mom. Мынау кім? Інісі, brother. Мынау кім? Sister. Енді мына суретте қараймыз. Мына жерде берілген бейнелерді тауып шығамыз, A дейді. A-ға не дейміз? Екінің жазамыз. Әжесі, Мынау кім? Мынау папасы, Папасын мына жерде 3, number 3. Мынау кім? Мына жерде 5, 5. Brother. Мынау 6. Sister. Мынау атасы. Grandpa. Мынау анасы. Number 4. Next exercise 2. Read and choose дейді. Оқы және белгіле дейді. Дұрыс вариантын мына жерге қойып белгілеуіміз қажет. Mom, where is book дейді. My book. Менің кітабым қайда деп тұр. Келесі, second sentence. This is my brother. Бұл менің ағам. Name Санжар. Оның есімі Санжар деп керекпіз, Енді мұнда бізде his және her деген берілген. Оның деген аудармасы. His деген бізде ұлға айтамыз, her деп қызға айтамыз, Яғни біз бұл жерге A вариантын белгілейміз. Келесі, third sentence. Hello, I am Kim. What's name дейді. Сәлем, мен Киммін. What's your name? Сенің есімің кім деп тұр, Мұнда your дейміз. What's your name? Сенің есімің кім деп тұр, Төртінші, that is my sister. Менің бұл қарындасым деп тұр, Оның есімі names is Susan. Оның деп айту керекпіз. Оның деген бізде қайталап өтемін. His деген ұлға, her деген қызға айтылады. Оның деп қызға, Сюзанна деген қыз, яғни біз мұнда her деп белгілейміз, This is my dad. Бұл менің әкем. Оның names есімі Дамир. Оның деген тағы да қайталаймын. His деп, оның деп ұлға айтамыз, My, his. This is my dad. Бұл менің әкем. Оның есімі деп айтамыз, Менің демейміз, оның дейміз. Оның деген his болады. Яғни B вариантын белгілейміз. Is this your mom? Бұл сенің анаң ба? What's? Оның есімі кім деп сұрауымыз керек, Her деп қызға айтамыз, his деп ұлға айтамыз. Оның деп аударылады екеуде. Яғни біз her, A вариантын белгілейміз, Тағы да қайталап өтейік. Оның деген аудармасы her болса қызға, his болса ұлға айтамыз.